Тортай мінер Ақбозат. Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын. Болсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес жайлаудың жаймашуақ сәтінде төбеңнен көк күңбек болып төңкеліп тұрар аспанға қарағайдың бір жігін лақтырып ойнайсың. Қанша құласаң ауыр сынбайтын, қанша құласаң жапырылмайтын күлтеленген күреңсе балапан табанымызға кілемдей жұмсақ деуші еді-ау. Теңіз бетінен қаншама биік болғанымен, осы салық салғанның кез келген жеріне жүрошақ қазсаң, көлкілдеген су шыға келетін. Әсіресе жаңбырлы күндері қырдан құлаған лайсаңға айналып, шошайтып қарағай бөренеден қиып салған үйлердің мазасын кетіретін. Ол кезде колхоздың сиыры күніне 3 рет сауылады. Ал әр сауынның арасында шөп шауып, оны маялайтын. Кеште тіпті түні бойы сепараторға сүт тартып, май шайқайтын. Шаршау дегенді білмейтін қыз-келіншектер соғыс жылынан кейінгі бейбіт күннің шуағына жылынып, сызылта ән салатын. Тау арасында жалтылдатып от жағып ән шырқағанда, лаулаған жалын бақсыдай тілін жалаңдатып, күй шертіп, тау тасты күңірентіп тұрғандай әдемі сезілуші еді-ау. Біздер, балалар, күні бойы өгіз үйретіп, бұзау жаямыз, 3 уақ сиыр сауғызамыз. Ымырт үйірле алтыбақан құрған заматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып ұлардай шулап ойнап жүргеніміз. Біздің ішімізде менен 2 жас үлкендігі бар Тортай атты бала болушы еді. Әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар. Бала болып көп ойнамайтын жасқан шақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі, таңертеңнен кешке дейін баса алмай кітап оқи беретіні. Қолына не десе, соны талғам соқитын Тортай ортамыздағы білгішіміз. Аузымызды ашып тыңдар абызымыз сықылды. Тортай әсіресе мені жақсы көреді, жанынан бір елі қалдырмайтын. Әкем ферма меңгерушісі, үйде ішім-жем мол, ит басына іркіт төгіліп жатушы еді. Шешемнің қолынан 1, жолынан 2 алып, әр күн сайын Тортайға таситынмын. Ол мені алдап, тамақ үшін дос болмайтын. Қайта, мені ашыргенім жоқ, әкеле берме, деп ұрсатынды. Өз бейілі мен көңіл хошы болмаса, ләм деп аузын ашпайтын әрі құлағы қақас еститін болған соң, әңгімеге зауқы бола бермейтін. Тек менімен ғана оңаш сәттерде ағыл-тегіл әңгіме құрушы еді. Бір күні мені Тортайды көп іздеп, әрең таптым. Тұрғания аузына келгенін айтып, ұрсып қуып жіберіпті. Салық салғанның шар басындағы қалың тас қорымның үңгіріне кіріп, от жағып отыр екен. Мені көрген соң қуанып қалды. Орнынан атып тұрып, «Мені қалай таптың, ей!» деді. «Сенің осы тас күрке емес пе?» Тортай тас күркеден ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрын да осы жерге сан рет келіп, мекеніне айналдырған секілді. Қайран қалдым. Ағаштан қиып нар жасап, үстіне шөп төсеген. Өзіне тиесілі кітаптар әбден көп оқылғандықтан жемтір болып бір бұрышта жинаулы тұр. Тура алдына ешкінің терісі төселген. Қарағайдың жуан кеспелтек шәркесінен үстел жасап, майшам қойыпты. Тастан қаланған жер ошақта маздап жанған от. Сіркіреп жаңбыр жауды. Үңгірге су тимейді екен. Күн бұлтты болған соң ба, ымырт ерте үйіріліп, көз байлана бастады. Үйден ұрлап алып шыққан нан мен ірімшікті үстелдің үстіне қойдым. Нардың шетінде жалаң аяғын салбыратып үнсіз отырған Тортай, «Рахмет!» деді. Үні біртүрлі көңілсіз, қарлыңқырап шықты. Ешкім жоқта жылаған секілді. Оттың сәулесі тиген көзі қызарып, домбығып тұр еді. «Әке-шешең іздеп жүрер, үйіңе қайт, қорықсаң, мен шығарып салайын», деді Тортай. Әке-шешең деген сөзді қырсығып айтқандай болды. Ал әке-шешемнің тірі, жер басып жүргеніне мен кінәлі емес едім. «Сенің жаның жата кетсем қайтеді?» дедім оттың шаласын сырып. «Қайтасың», деді ол міз бақпай. «Мен бүгін оны мүлдем танымай отырмын». «Қайтасың, әке-шешең менің басым жарады». «Жармайды, сен мені қума, дос емес пе едік?» «Ораза, намаз тоқтағана деген, тоқпала ашпаламен ойнамайды деген». Мен жауап бере алмадым. Үндемеген қалпы мыңқиып отыра бердім. Тортай меңзең, лаулаған отқа тесілген күйі күрсінді. Содан кейін нардан қарғып түсті де, тас үңгірдің тесігінен сыртқа үңілді. «Жауынзақ жауатын түрі бар, төңірек тұтасып алыпты. Қонғың келсе, қона ғой», деді маған. Өзі тізесіне салып қу бұтақты сындырды да отқа тастады. Мен әкелген ірімшікті бір асап, нарға қайта мінді. Содан соң аласталған алетет деген кітапты қолына алып, әрі-бері аударастырды да
ірге жаққа лақтырып жіберді. Жаңбыр толастар емес. Құлаққа тасқа тиіп тайғанып жатқан сыбдыр-сыбдыр үн естіледі. Күркіреп, сарқырамай ұрлана жауған нөсер қайдағы-жайдағын еске түсіріп, қиял дүниесін ештелейді, немесе маужыратып ұйқыны келтіреді екен. «Босағада отырғаның не?» деді Тортай. «Бағанағыдай емес, көңілденейін депті. Кел жаныма, мен сені тым жақсы көремін. Бастықтың баласымын деп мұрынды көкке көтермейсің, қарапайымсың». Тас ошақтағы оттың сәулесі қабырғаларға түсіп, қоңыр қайтартады. Төбеде тесік бар ау деймін. Тырыс-тырыс тамшы-тамады бір жерден. Біз ертекті ескі дүниеде отырғанда едік. Менің кеңсірігім ашып, бір түрлі жылағым келді. «Тортай», дедім. «Ау», деді. «Әңгіме не, ертек айтшы». «Баяғыда бір жетім бала болыпты», деп бастады. Баяғыда бір жетім бала болыпты. Ары қарай күңгір-күңгір, күбір-сыбыр ертекке айналды. Бүгін де менің есімде Тортай айтқан ертектің көбі қалмаған. Тіпті сол арманшыл баланың өзін де ұмытқанда едім. Тек баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталушы еді. Ал қалай аяқталатынын білмеймін. Мүлдем есімде жоқ. Қалай аяқталушы еді? Менің жадымда тамаша сақталғаны, ол тас үңгірде шөп төселген нардың үстінде жатып, оқыған кітаптары мен өзінің арман қиялы туралы түн ортасы ауғанша айтқан күбір-күбір әңгімесінің еміс-еміс елесі ғана. Мені жып-жылы қойнына алып, ағалық ақылын айтатын тым зеректігі еді. «Бұл дүниеде мен пір тұтар, сырласа жалғыз-ақ нәрсем бар. Ол кітап», дейтін. Әкем де, шешем де сол кітап. Кейбірін 2-3 қайтара жалықпай оқып шықтым. Жалғыздығың, жетімдігің бәрі ұмытылып, басқа бір жұмақты өмірге сапар шеккендей болам. Әттең, жағдай келсе, оқуымды одан әрі жалғастырып, Алматыға аттанар едім. Шынымды айтайыншы, кітап жазып, жазушы болғым келеді. Ақжауын сіркіреп тұр. Тас ошақтағы от құламтыланып, үңгірдің ішіне қорқыныш ұялап, қараңғылана бастаған. Тортай әлі сөйлеп жатыр. Арманы таусылар емес. Демі құлағымның түбіне жып-жылы болып сезіледі. Ептеп қытықтайды. Мен үнсіз тыңдай беремін. Әлде тоңазығаннан, әлде қорқыныштан Тортайдың бауырына тығыла түсем. Жайлаудың жадыраған ашық күндерінің бірінде Тортайға еріп бұзау бағуға шықтым. Менікі еріккенің ермегі сықылдеді. Тас шоқының шар басына дейін бұзауларды өргізіп бардық та еркіне қоя бердік. Өйткені Тортаяқты мал бұл жерден ұзап ешқайда кете алмайтын. Биіктеген сайын қалың қарабайға орман таусылып, таудың тас төбесі басталатын. Заңғар таудың төбесінде үнемі суық жел соғып тұратындықтан ағаш болмайды және шөп те бойлап қалың өспейтін тақыр. Жазды күндері үнемі сезіміңді сергітер майда лебесіп тұрар еді. Ал шоқылар өркеш-өркеш болып, көк күмбезден айзадай кіріп ышпалана қол бұлғайтын. Қыздың жиған жүгіндей тай-тай, тең-тең жақпар тастың арасына тас сарымсақ өседі. Тортай екеуміз тыртысып, қол-аяғымызды жаралай сол биікке шығып, сарымсақ жұлып жегенбіз. Бұл тұстан таудың балағы ой етек алақандағыдай көрінеді. Сонау шатқалда Алтайдың шолпысындай мың бұралып, ағаран қағып бұқтырма өзені күмістене ағады. Ал біздің аулымыз көкжалқақ мұнар пердесіне тұмшаланып, тек нобайы ғана сүлделенеді. Қына басқан тасқа құлап кетердей болып атша мініп отырған Тортай, анау көк мұнар дүниеге бірдеңесін жоғалтып алғандай, көзін сығырайтып ұзақ қарадай. Сонсоң шығыс жақтан нұсқап, ереуілдеп сөйлей жөнелетін. «Ей!» дейтін маған, танауы делдеп. «Егер осы тұрған жерімізден тұп-тура шығысқа тартып кетсек, қайда барар едік? Білемісің?» Мен иығымды көтеремін. Білмейсің. Моңғолиядан бірақ шығар едік. Сен болмасаң, мен жүре беруден әсте шаршамаста, қорықпаста едім. Рас айтам, Моңғолияға барар едік. Бізді қазақтар келді деп құшақ жая қарсы алар еді. Аппақ киіз үйге кіргізіп, тай сойып, қонақ қылар еді. Бозбенің сүтіне шомылдырып, алдымызға астау-астау қазық арта қойар еді. Ішеріміз алдымызда, ішпесіміз артымызда. Қымызға қызыңқырап шәндеп жатқанда, Ағотаудың есігін ептеп ашып, ай мен күнде қос ару кірсе, әттең дүние-ай, армансыз күліп ойнасақ. Содан соң екеумізге 2-ақ бозат мінгізіп, әлгі 2 сұлу қызды алдымызға өңгеріп елге қайтсақ. Алдымыздан ферманың бүкіл сиыры, бұзауы, түйесі, барлық адамдары қақ жарылып қарсы алып, шулап соңымыздан ерсе, әттең дүние-ай, мұндай рақаттан кейін өліп-ақ кетсең не арман? Тортай көзі жайнап, астындағы жақпар тасы тебініп қалғанда, ар жағындағы шатқалға құлап кетеді екен деп, сәре құтым қалмайды. Ақбозат демекші, түнде түсімде көгі көзім арғымақ болып, жер тұрып кісінеп тұр. О несі екен? Деп, бұзауларымен бірге қаперсіз оттап жүрген өгізіне күн сап қарады. Тортай,
Сен түбі сол Ақбозатқа мінесің, деді мен шын көңілімнен. Қайдан, деді ол тастан тасқа секіріп, төменге түсіп бара жатып. Қайдан білейін? Әкем марқұмның тақымы Қотатайға тимей кетіп еді. Қайдан білейін? Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басына бұзау бағып жабадан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қинамадым. Қиналдым. Өзіммен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен үшін де оқы. Бәлкім, мен міне алмаған Ақбозатқа семінерсің. Сенің өз Ақбозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көк өгіз жазылған. Онда менің Ақбозатымды саған сыйға тартамын. Содан бері көп жылдар өтті. Мен Тортайды да, Ақбозатты да әлдеқашан ұмытқанмын. Бір рет ауылға барғанымда азаматтар сөз қылып отыр екен. Тортай үйленбек болып, ішкері жақтан жуастау бір қызға сөйлеседі. Сонда қыз, жеке басымды қорламаймын, мен көндім, бірақ жаман жақсы болса да, әке-шешем бар, солардың ықыласынсыз кете алмаймын, өзің алдарынан өтіп қайт, деген екен. Содан Тортай атына міне шауып, қыздың үйіне барады. Сәлем алысқан соң, қалыңдықтың әкесі, кімнің баласысың, шырақ, деп жөн сұрағанда, құлағының мүкісі бар Тортай ұқпай қалып, малдан келдім, ата, деп қойып қалса керек. Ха-ха-ха, шал, саңырауға қызымды бермеймін, деп ит қосып қуып салыпты. Елге енді бір рет барғанымда естідім. Тортай үйленген, 2-3 баласы бар, қой бағады екен. Былтыр жазда демалыс алып, ауылға тағы бардым. Әкемнің 4 бөлмелі бау-бақшалы үйінде еркін сайраңдап, тойып жеп, тасыраңдап жүрмін. Шешем бәйек болып, не жейсің, не жейсің, құлыным, дейді сыр жүгіріп. Түске жақын жұп-жұмсақ диван үстінде шалқамнан түсіп, сірейіп газет оқып жатыр едім. Алдыңғы бөлменің есігі әндетіп ашылды да, әлдекім кіргендей болды. Көрші құланың бірі шығар деп, аса мән бере қойғаным жоқ. Әйтеуір, шешеммен сөйлесіп отырды. Әңгіме күңгірлеп, еміс-еміс естіле берген соң, есіме баяғы бір қоңыр үн түсіп, еріксіз құлағымды түрдім. Келген Тортай екен. Тәте, айып етпеңіз, әншейін Орашқа амандасайын деп өзімсініп келіп едім. Ол ұйықтап жатыр, деді шешем. Оятпай-ақ қоялық. Төрге шық, отыр. Жоқ, о не дегеніңіз, тәте? Маған осы босағада жетеді. Әншейін Ораш келді деген соң, амандасайын деп, баяғыда бала кезде бірге өстік, талай рет бұзау жайып едік. Енді, міне, ел таныған азамат болды. Айып етпеңіз, мен қазір кетемін, тәте. Ораш келді деген соң, жалғыз ұлың ғой, Құдай қуат берсін. Бізді қойш, біз ондай үлкен кісілердің садағасымыз ғой. Рахмет, тәте, тамақ ауыз тиін. Осы құрғырды жақпаса да баз-базында ішіп қоятыным бар. Ал тәте, Орашың аман жүрсін, атаға аспандай берсін. Қол қойдырып алайын деп, мына бір кітабын қойныма тыға келіп едім. Тағы да соғармын. Малдан қол тие бермейді. Қыстай жемдеген торы атты управляющий алып қойған, тәте. Мың салса баспайтын тағы бір трақысын берді. Саған осылай жетеді, торы атты озат шопан мінет дейді. Ал, кеттім. Рахмет, тәте. Келді кетіріп сөзге жамандамаңыз. Әншейін Ораш келді деген соң, үлкен кісі ғой, бірге өскен, сәлем берейін деп, мен келді тіпті айтпаңызшы. Тәте, ұят болар, ал сау болыңыз. Рахмет. Етіңде баяғы өзіңіз білетін салық салғанға жеткенше түн ортасы болар. Өзіңіз білесіз, салық салған алыс, өте алыс, Моңғолияның бер жағында. Мен сұлап жатқан орнымнан белім кеткенде тұра алмадым. Шынымды айтсам, ұялдым. Тортайдан ұялдым. Батылым бармады. Бет жүзім шыдамады. Сонда ғана менің есіме, баяғыда бір жетім бала болыпты, деп басталатын ертектің қалай аяқталары оралды. Осылай аяқталады екен ғой, осылай. Тортай мен Ақбозат менің тақымымда кеткен екен ғой.